Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен дәмі де дайындалуы да өте ерекше цыпленок табака жасаймыз. Ең алдымен тауық етін дайындаймыз. Бізде осындай дайын, ортасынан бөлінген цыпленок табака дүкендерде осылай да сатылады. Немесе бүтін тауық етін алып, осылай бөлсеңіздер де болады. Артық жерін кесіп алып тастаймыз. Және де ең алдымен осыны үстінен ұрамыз балғамен. Тауық етін осылай балғамен ұрып шығамыз. Менде үйдегі бар балғаны бешеу пленкаға орап, осылай ұрып шықтым. Аса қатты ұрмаңыздар. Бізде приправалар қара бұрыш және тұз. Осыны тауық етіне бір келге етіп жағып шығамыз. Және де бұған сарымсақты күштен өткізіп жағып шығамыз. Сарымсақтың көлемін көбейтсеңіздер де болады. Мен үйдегілердің аса қатты ұнатпайтын болғандықтан бір сарымсақты екі бетіне жағып шықтым. Дәл осылай екінші бетінде тауықтың маринадтаймыз. Тұз бен қара бұрышты сеуіп, қалған сарымсақты осы бетіне де жағып шығамыз. Бетін жауып, жарты сағат 40 минуттай қойып маринадтаймыз. Қызанақтың қабығын ыстық сумен ашып, блендерінде езіп аламыз. Бұл бізде тауықтың бетіне жағатын приправа ретінде қолданатын боламыз. Кеңдеу ыдысқа құйып, осының үстіне паприка, қара бұрыш, тұз және мен орегано қостым. Өз қалауыңызша кез келген дәмдеуіштерді қоссаңыз болады. Жақсылап араластырып аламыз. Біздегі дәмдеуіштер және де қызанақ бір-біріне толық араласу қажет. Сондықтан жақсылап араластырып, бетін жауып қоямыз. Ал енді табаға осындай мен сияқты пергамент қағазын төсейміз. Және де осының үстіне 100 грамм, 150 грамм сары майды ерітіп аламыз. Осының үстіне қазір біз тауықты қойып пісіретін боламыз. Мінекей осылай қойдық. Осының үстіне үлкендеу тарелканы қойып, ауырлау затпен бастыру қажет. Мен 2 литрге су құйып, сонымен бастырдым. Осы бір бетін 20-25 минутта баяу отта пісіретін боламыз. Мінекей осылай қызарып шығады. Ортасы да барлығы піседі. Уайымдамаңыздар. Дәл осылай екінші бетінде қойып, ыдыспен сыртын жауып, ауырлау затыңызды қойып, бастырып қоямыз. Дайын болған цыпленоктың үстіне осылай бағанағы дайындалған қызанақтан приправаны жағып, дастарханға ұсынсаңыздар болады. Достар, менің арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Себебі мен сіздерге өте керемет рецептілерді ұсынатын боламын. Мен гарнирге макаронды суға қайнатып қойдым, және де картоп пен сәбізді приправалармен араластырып, духовкада пісіріп қойдым. Өз қалауыңызша күріш немесе тағы да басқа гарнир қойсаңыздар болады. Мінекей біздің цыпленок табака дайын. Дайындап көріңіздер, өте жұмсақ әрі өте дәмді.
Отбасыларыңызды ерекше тағамдармен қуантқыларыңыз келсе, міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі деген өте керемет. Сонда сіздің тағамдарыңызды асыға күтетін болады. Видеоның соңына дейін тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Менімен бірге болыңыздар. Ас болсын.